Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін қазақ тілі сабағын бастаймыз. Тақырыбы: антоним дегеніміз не? Мақсаты: антоним сөздерді ажырату және оның мағынасын түсіну. Сөйлеу барысында қолдану. Балалар, 7-ші жаттығуға назар аударайық. Тапсам деймін уақыт. Өлеңді мәнерлеп оқимыз. Өлең не туралы екен балалар? Өлеңдегі мағынасы қарама-қарсы сөздерді табамыз. Оң, сол сөздерін айтылуы бойынша салыстырамыз. Келесі тапсырма: мақал-мәтелді көшіріп жазамыз. Мақалдың ішіндегі мағынасы қарама-қарсы сөздер көп, аз, дұшпан, дос деген сөздерді мағынасына қарай салыстырамыз. Тілімізде мағынасы жағынан қарама-қарсы сөздер кездеседі. Мұндай сөздерді антоним сөздер деп атайды. Ай мектеп. Дана, сен не істеп отырсың? Мен ойланып отырмын. Не туралы ойланып отырсың? Қарындаш туралы ма? Иә, қараңызшы, мына екі қарындаштың қандай айырмашылығы бар? Айырмашылық дейсің бе? Мынау ақ қарындаш. Ал мынау қара қарындаш. Иә, дұрыс айтасың. Ақ және қара қарындаш. Тағы мына қарындаш қысқа. Онда мына қарындаш ұзын. Сондай-ақ мынау жуан қарындаш. Иә, ал мынау жіңішке. Ақ, қара, ұзын, қысқа, жуан, жіңішке. Бұл сөздер қарама-қарсы мағыналы сөздер деп аталады. Балалар, бейне жазбаға жақсылап қараған болсақ, келесі жаттығуды орындаймыз. Антоним сөздерді бір-бірімен сәйкестендіреміз. Ащы, тұщы, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, бүгін, кеше, терең, таяз. Тамаша балалар. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық балалар. 11-ші жаттығу. Бос тіркөздерге тұсындағы сөздің мағынасына қарама-қарсы сөздерді тауып жазамыз. Ескі, қарама-қарсы сөз жаңа. Жақсы, қарама-қарсы сөз жаман. Жарық, қарама-қарсы сөз қараңғы. Тамаша балалар. Біз бүгінгі сабақта антоним сөздерді ажыратуды үйрендік. Сөйлеу барысында қолдануды үйрендік. Үйге тапсырманы алайық, олай болса. Үй тапсырмасы 10-ші жаттығу. Өлеңді оқып, антоним сөздерді табу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.